Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сфералық айналар. Оқу мақсаты: дененің кескінін алу үшін сфералық айнада сәуленің жолын салу және алынған кескінді сипаттау. Шағылдырылған беттері қисық болып келетін айналарды қисық айналар деп атайды. Қисық айналардың бір түрі сфералық айналар. Сфералық айна формуласы бір бөлінгенді плюс бір бөлінген кішкентай f тең бір бөлінген үлкен f. Сфералық айналарды қазір суретте көріп тұрсыз. Сфералық айналарда кескіндерді алу. Ойыс сфералық айна. О. Айнаның сфералық бетінің центрі. П. Айнаның төбесі. Сфералық беттің центрі мен айнаның төбесі арқылы өтетін түзу сызық бас оптикалық ос деп аталады. F. Айнаның фокусы. Осы нүктеде барлық сәулелер қиылысады. P-F. Ойыс айнаның фокус аралығы. Сфералық айнаның фокустық қашықтығы оның сфералық бетінің радиусын жартысына тең. Бас оптикалық оске параллель келген сәулелер ойыс айнадан шағылғаннан соң айнаның фокусы арқылы өтеді. Ойыс айнаның оптикалық центрі арқылы келген сәулелер айнадан шағылғаннан соң қайтадан оптикалық ос арқылы қайтады. Ойыс айнаның фокусы арқылы келген сәулелер айнадан шағылғаннан соң бас оптикалық оске параллель кетеді. Ойыс айнаның бұл қасиеті автомобиль фарларында қолданылады. Бас оптикалық оске көлбеулік бұрыш жасай түскен параллель сәулелер ойыс айнадан шағылғаннан соң фокалдық жазықтықта жатқан бір нүктеде қиылысады. Дөңес айна. Дөңес айна өзіне параллель түскен сәулелерді шашыратып жібереді. Параллель сәулелердің шағылуы түскен сәулені фокусқа сынатындай етіп бұрып, оның созымдысын созып жіберсек, шағылған сәулелер шыға келеді. Ойыс айнадан кескі алу. Зат оптикалық центрінің сыртында орналасқан, кескін шын, төңкерілген, кішірейтілген. Зат оптикалық центрі мен фокус аралығында орналасқан, бейне шын, төңкерілген, үлкейтілген. Зат фокус пен айна аралығына орналасқан, бейне жалған, тура, үлкейтілген. Бейне жалған, тура, кішірейтілген. Бейне шын, төңкерілген, кішірейтілген. Егер дене фокустың үстінде орналасса, онда бейне болмайды. Дөңес сфералық айналардың қолданылуы. Дөңес сфералық айналар тек қана жалған, кішірейтілген кескін береді. Дүкендерде ұрлықтың алдын алу. Автомобильдердің сыртқы айнасында, әдетте оң жағындағы және фараларында. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызға сұрақтар беріп қойдым. Сол сұрақтарға жауап берулеріңізді өтініп сұраймын кешке дейін WhatsApp арқылы.